Көп балалы ананың айтуынша бір кездері қайнатасын қатты ренжітіп алған екен. Сол себепті де атасы бөлік тұратын оларды қара шаңыраққа көшіріп әкеліпті. Ол кезде жаспыз. Қызмет қуып жүрген кезіміз еді. Отағасы инженер болған соң қайда жұмсалса сонда кетеміз. Үйленген соң ата-енемнің қолында тұрып та үлгермедік. Сөйтіп көшіп қонып жүргенде 3 баламыз дүниеге келіп үлгерді. Бірінен соң бірі туған 3 ұлдың күтімі оңай емес. Кішісі тіпті мазасыз болатын. Сол жылдары кезекті демалыста қара шаңыраққа қыдырып барып бір аптадай жатып қайтатын болдық. Ол үйдегі қайнымның 4 баласына қосылып, ата-женің өбектегеніне тез үйренген балалар анасын тыңдаушы ма еді, онсыз да жүйкем жұқарып жүрген. Үлкенім айтқанымды тыңдамай қырсығатын әдет шығарыпты. Түс кезі болатын. Үйдегілердің барлығы шілденің ыстығында салқын бөлмеге кіріп демалып жатыр. Менің ғана балаларым айғай-шу салып жатқан. Үлкен екеуін желкелеп апарып үйдің артында жұмсақ жерінен шапалақпен шартылдатып та алдым. Аузымнан ашуланған соң, атаңа нәлеттер ай деген сөзде шығып кетіпті. Тап сол уақытта бақша жақтан келе жатқан атамды көріп қысылып қалдым. Ол да маған тіксініп қарап қалған екен. Шынымды айтсам, мен бұл сөзге соған дейін мүлде мән бермеген екенмін. Несін жасырамын, бала күнімнен шешемнен естіп өскен сөз, бірақ сол күннен бастап іштей анама ренжідім. Неге ол сөзді парқыңа жетпей, ашуланғанда бізге айтты екен, неге құлағымыз арқылы санамызға, одан тілімізге сіңдіріп жібергенін ойламады ма? Оған да тәйт дейтін жанның болмағаны ма? Содан кейін ол жан қара шаңырақта қалатын болып шешіліпті. Айтуынша тап сол күні атасы отбасын жинап, қолдағы кіші баласын еншісін беріп шығарып салып, инженер ұлына шаңыраққа ие болатынын айтқан. Әулетте атамызға қарсы келетін ешкім жоқ, тіпті одан үлкендер болса да шалдың баласы деп ешкім бала күнінен қарсы келмеген екен. Балалары атам сөйлесе мүлде жақ ашпайды. Күйеуімде қанша қимағанмен қаладағы тастап ауылға келетін болды. Әкем неге өйтті екен? Менің аптасына сыра ішіп, карта ойнайтынымды айтып қойдың ба деп мені қыспаққа алды біраз. Мен мәселенің неден шыққанын іштей сезсемде үнсіз қалдым. Ертеңіне күйеуім жұмысын реттеу үшін кеткенде, енем жеке алып қалып түсіндірді. Жарықтық, бір дауыс көтермейтін жан еді ғой. Өз балаңның болашағына нәлет тілегінің не, қарағым? Оның атасына айтқаның, балаңа айтқаның, атасы алған қарғыс оның 7 ұрпағына кетеді. Атаңа нәлет деген, лағнет жаусын деген сөз. Қалай айтасың мұндай сөзді, атаңды ренжіттің. Сол қатең үшін сендерді қолда қалдырды деп сабырмен түсіндірді. Мен алдында жылап отырдым. Соншалық ауыр сөзді қалай айттым екен балаларымыздың? Жылы орнымызды тастап, 2 отбасы көшіп, қондық 2 айдың ішінде. Өміріміз күрт өзгерді. Үйде еркін жүрген менің етек, жеңім жиналып, күйеуімнің апта сайынғы демалысы азайды. Есесіне балаларым еркін, ұрыспай ұрмай тәрбиелейтін ата әжесі бар. Үй шаруасының көбейгені болмаса, балаларыма қарасатын енемнің қадірін білдім дейді Ұлжан. Бұл ғана емес, Ұлжанға атасының реніші онымен де бітпепті. Осы бір ауыр сөзді айтқан үшін, қайын атасы келіннің салған сәлемін алмай, құйған шайында ішпей қойыпты. Тіпті құдаларына да бармай қойған. Атамның діні мұнша қатты деп ойламаппын. Бірақ мен құйған шайдан ішпей, тек енем құйған кеседен ғана алатын үшін басында жылап жүрдім. Дастарханға 2 шайнек шай демдеп әкелеміз. Ал енем бір жаққа кетсе, атам ауылдағы інісінің үйіне кетіп қалады. Сол жақтан тамақ ішіп, кемпірі келгенше үйге жоламайды. Енем де соны біледі, барған жерінен тез қайтады. Ол-олма, таңертең сәлем салсам, бас изейтінде, өтіп кететін. Бұрынғыдай, бақытты бол, балам деген сөз жоқ. Енем мені сабырға шақырды. Бір күні ашуы басылады дейді жаймен. Ал күйеуім себебін түсінген күні бір ренжіді, бір күлді. Өзіңе де обал жоқ деді маған. Ауыр тигені сол, 1,5 жыл өткенше атам менің төркінім жасаған жиын тойға аттап баспады. Себебін де айтпайды, енемді де жібермей. Құдалары 1-2 шақырғанға келмеген соң менің әке шешемде уайымдай бастады. Құданы ренжітіп қойдық па, әлде бірдеңе болды ма дей берген соң сөйлесуден де қаша береді екенсің. Не керек, 1,5 жыл уақыт бойы бір сөз үшін атам мені осылай жазалады. Бір күні тұрып отбасы мүшесінің біреуі сені елемеген кейіп танытса, сен құйған шайды ішпей қинаса, жаман болады екенсің.
4-ші ұлымды дүниеге әкеліп, 40-нан шыққан күні атасы: келін, енді ұрпағыма жаман сөз айтпа, ауыры бүгін маған тисе, ертең өзіңе тиеді. Кешірдім дегенде жылап жібердім. Ал енді қалаған жақтарыңа кете берсеңдер болады деген, мен кетпедім. Күйеуімнің үйренген ортасына барғысы-ақ келді, бірақ мен атам мен енемді, оған үйренген балаларымды қимадым. Дауыс көтермей ақ рет айтып жетеңе жеткізе білетін ондай адамдар жоқ шығар қазір. Бар болса да аз дейді. Бүгінде 6 баланы тәрбиелеп жеткізіп отырған Ұлжан. Ұлжан содан қайтып балаларына ауыр сөз айтпақ, тұрмақ инесі сияқты дауыста көтермеуді үйреніпті. Баланы осылай айғайсызда тәрбиелеуге болатынын білсемші. Бұрын айқай салғанша тыңдамайтын бұзықтарым мен сабырлы болған сайын елгезек бола бастады. Бәрі атам мен енемнің берген тәрбиесі. Қолымызда 10 жыл ғана тұрғаны өкінішті. Ауырмай, сырқамай 71 жасқа толғанда бір-ақ күнде атам, артынан 3 айдан соң енем кете барды келмеске. Ұзақ жасағанда ғой, шіркін деп көңілі босады Ұлжанның, енді балаларға сол кісідей тәрбие бере алар ма екенбіз деп уайымдайды ол.